ғасырлар бойы армандаған ата-бабаларымыздың арманы орындалды. Дүниежүзінің картасында Қазақстан деген мемлекет пайда болды. Айналайын, тәуелсіздікке рахмет. Тәуелсіз ел болғанымызға мақтанам. Қазақ болып туғаныма мақтанам. Әсіресе оның өнерін қуғаныма мақтанам. Мен тәуелсіздікке 30 жылдай жұмыс істеп келе жатырмын. Шамам келгенше өзімнің білімімді, тәжірибемді бердім деп айтуға болады. Ал тәуелсіздік маған бергені өзімнің білімімді аша білдім. Болашағыма үлкен бір жол ашылды деп айтуға болады. Мен өзім кейбірде ойлаймын, егер мысалы Совет үкіметі болатын болса, мен осындай мемлекеттік қоғам қайраткері болар едім. Себебі Совет үкіметінің кезінде мен сияқты 5 өңірді басқару, ол енді ол кезде өңірдің бірінші хатшысы болу, ол Мәскеуге байланысты болатын. Екіншіден, мен өзімнің мынау білімімді, қабілетімді, деңгейімді осылай ашам есем. Өткен себебі маған мүмкіндік берілді, соның арқасы деп айтар едім. жылы, 16 желтоқсанда хабарланды, тәуелсіз ел болдық деп. Құрметті қалайық. Көп ұлтты республикамыздың халқына қалтқысыз қызмет етуге, Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Енді тәуелсізге кім қуанбайды? Бәріміз бөркімізді аспанға лақтырып қуандық. Жеттік-ау аңсаған арманымызға деп. Ол рас. Тәуелді болу деген қиындау тигені рас. Жоғарғы қарайсында тұрады. Әсіресе мына өнер, әдебиет, кино жағы қаражатын Москвадан шешіп отырды. Сіздер енді ауыл шаруашылық мемлекетсіздер, сондықтан ауыл шаруашылық туралы түсіріңдер көбінше деп. Тарихи үлкен өнер тудыратын темаларды біз ала алмадық. Мысалы, Қыз жібекті Айтматовтың арқасында қырғыздар алды. Солар бастап түсіреміз деп жатқанда біздің басшылардың құлағына біз тигіздік. Біздің ұлтымыздың үлкен эпосын, Қыз жібекті басқа елге мемлекетке беріп жібереміз қалай болады деп, сонымен осы Димекең бастаған біздің басшылар соны алды, бізге берді. Сол бірақ фильм біздің тарихи фильм, сол өздегі түсірген. Қазір мінекей тәуелсіздік келді, көптеген тарихи фильмдер түсіріліп жатыр. Сол сияқты мысалы мынау театрларда да, сол сияқты мынау әдебиетте де еркіндік жақсы. Еркін ел болдық, өзіміз шешеміз ондай мәселенің бәрін. Өнер мен әдебиет әрбір халықтың жаны. Төл мәдениетпен тәрбиеленген адам әр уақытта рухы биік, өз отанын, жерін, халқын сүйетін адам болады. Домбыраның үнін түсіну үшін, халықтың әнін бойына сіңіру үшін шіретіп жезге түскенде сол тілді біліп, сол әдет ғұрыптың арасында өсу керек адамның баласы. Азаттық деген әрбір ұлттың өзінің тағдырын өзі шешуі, өзінің болашағын өзінің бағдарлауы, өзінің байлығын өзі игеруі. Ең негізгісі өзінің саясатын өзі жүргізуі. Ең негізгі жеңісіміз осы тәуелсіздіктің арқасында дүниежүзіне белгілі болғанымыз. Дүниежүзі осы Қазақстан деген мемлекеттің бар екендігін мойындады. Барлық деп айтуға болады, халықаралық ұйымдардың
Қазақстан қазіргі таңда мүшесі. Біздің экономикамыздың дамуы біздің елімізге келіп жатқан инвестицияға байланысты. Егер біз енді тәуелсіз мемлекет болмасақ, өзіміздің саясатымызды өзіміз айқындамасақ, өзіміздің заңдарымызды өзіміз қабылдамасақ, конституциямыз болмаса, бізге инвесторлар келмес еді. Өйткені себебі олар қорқады ақша салуға. Біз енді бәрін өзіміз айқындап, өзіміз жауап беріп отқаннан кейін олар әрине бізге келеді. Халықаралық банктер бар, дүниежүзілік банкісі бар, Азия банкісі бар, Ислам банкісі бар. Солардың да бізге мысалы жеңілдеткен несие беріп жатқаны, кейбіреулердің тегін грант беріп жатқаны, соның барлығы біздің тәуелсіз мемлекет есебінде бізге беріп жатқаны. Егер біз бұрынғыдай одақтың құрамында болсақ, әрине онда бізге бір тиын бермесек, біз енді осылай дамымас едік. Заманның өзінің сұрқылтайы болады. Заманның өзінің формасы, бағыт-бағдары болады. Ол заңды. 90-шы жылдары кішкене күйзеліске ұшырадық қой. Жалпы театр емес, өзі мемлекетіміз кішкене қиналыңқырап барып ілігіп кеттік қой, комдаршы болмыз. Бірден тәуелсіздік болып, бірден мемлекет өз алдында шыққан кезде оңай тіршілік жоқ. 91, 92. Сөйтіп жайлап біртіндеп ауыл жердің бәрі қирап қалды. Театрда көрермен азайды. Енді күлкілі жағдай, театр гастрольға шыққанда ақшалай емес, заттай қой беріп, ешкі беріп, жаңағы ақшаның орнында сөйтіп күн көрді. Айналымда барғанда осыдан 50 жыл бұрынғы Сарбала Бердібекті көрем. Содан кейін сол 50 жылдың ішіндегі бір минуттың ішінде өзімнің өткен өмірлерімді саралаймын да, содан кейін қарап өзім шашыма қараймын. Мына шашын енді бекерден бекер ағармаған шығар. Сол 50 жылдағы еңбектің, жұмыстың нәтижесі шығар деп. Өткен өмірді көрем, жасаған кейіпкерлерді көрем, кеткен жолдастарым еске түседі. 80-ден асқаннан кейін ол адамның әр күні санаулы. Баяғыда өздеріңдей жас кезімізде жылдап санаушы, енді жылға есеміз ғой деп. 60-тан 70-ге таянғанда айлап санайтын болдық. Енді қайда есеріміз. 80-85-те әр күнің санаулы. Артқа қарайлағанда өзімнің өткен жолымды көрем. Кейбір кезде әсіресе кешке жақын жүрген кезде ойлаймыз, осында өткен 60-дан астым ғой мен. Соның енді 50 жылдай мен жұмыс істеп келе жатырмын. Сол 50 жылдың 40 жылдан астамын мемлекеттік қызметте жүрмін. Сол 40 жылдан астам мемлекеттік қызметте мен не істедім? Қандай мен жетістіктерге жеттім? Қандай менің кемшіліктерім болды? Қандай менің олқылықтарым болды? Келешекте ары қарай қалай өмір сүру керек? Мынау өсіп келе жатқан балдарыма, жалпы ұрпаққа қандай тәрбие беру керек? Кешкі жақын жүргенде өзіме есеп берем. Одан кейін мен күнде жазып жүрем. Өзімнің не істегенімді. Одан кейін соны ертеңіне келіп қараймын. Кешегі болған мәселелерді, қойылған маған сұрақтарды мен орындадым ба, орындамадым ба деп. Орындамасам, соны орындауға тырысамын. Адам өзіне есеп беру керек. Өзіне есеп бермесе болмайды. Ол өмір ғой. Өмір деген өзі солай өтіп кетеді бірден. Шын айтсам, мен бір күннің қалай өткенін білмей қаламын. Мен таңертең 8:30-да бастаймын. 8:30-9-да жұмыс бітеді. Алдын ала жоспар болады. Апталық жоспар жасаймыз. Содан кейін оған кейбір кезде бір шұғыл жұмыстар шықпаса қосамыз. Негізі сол жоспармен жұмыс жасаймыз. Мен телевизордан көрдім, сіз Павлодарда жүрсіз. Қалай сіз мұнда келіп Сізбенен кездесеміз. Қазір современный техника. Вообще. Бүгін кездесеміз. Көп рахмет. Барамын. Көбірек аудандарға, елді мекендерге шығып, сол халықтың жағдайы, қандай шешілмей жатқан мәселелер бар,
соларды шешу үшін не істеу керек деген сияқты шығып тұрамын. Шын айтсам, кабинетте көп отырғым келмейді, бірақ біздің енді жұмысымыздың көбісі кейбірде кабинет шешіледі, қағазбенен деген, жиналыстармен деген сияқты. Мен өзі таңертең күтіп тұрады кейбір адамдар. Одан мен сұраймын, қандай сұрағыңыз бар еді деймін. Мынандай сұрағым бар дейді. Онда айтамын, қазір сізді өзім қабылдаймын. Болмаса менің бір жиналыс бір нәрселерім болса, қазіргі менің орынбасарым қабылдайды деймін. Кейбірде шын айтсам, кейбір адамдар күніне демей қойын, айына бір 2 рет келеді. Сол бір сұрақ қойын. Сосын мен айтамын, мен сізді талай рет қабылдадым. Енді сіз маған ренжімеңіз, мен сізді қабылдай алмаймын. Қандай сұрағыңыз? Ол сұрағыңыздың бәрі осылай шешілген. Мына сұрақтарыңыз шешілмейді. Өйткені себебі ол заңға сәйкес келмейді. Бұлайша мен адамдарды қабылдауға тырысамын. Бізге мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы тапсырма берген болатын, көпбалалы аналарға әлеуметтік төлемдер төлеу жөнінен. Біз соны төледік, оның жағдайына қарай, баласының санына қарай біз барлық облыстарда аралап, халықтарменен кездесіп, сол көпбалалы аз қамтылған отбасылармен кездесіп, олардың қандай мәселелері бар. Содан кейін біз қайтадан ұсыныс жасадық, атаулы әлеуметтік жәрдемақыны қайтадан қарау жөнінен. 4 балаға дейінгі табысына қарай бөлу, оның ары қарай 4 баласынан асқандарға табысына қарамай атаулы әлеуметтік көмек төлеу жөнінен. Мемлекет басшысының айтып отқанда сол ғой, халықтың мұңын тыңдайтын мемлекет құруымыз керек деп. Екі жыл болды енді жастарға тапсырып, солардың жұмыстарын бағалап, бағдарлап отыру шаруашылығына көштік. Балалардың тәрбиесіне көштік. Бізді біреу тәрбиеледі. Біз де тәрбиелеуіміз керек. Жас театрын құрып жатырмын. Жаңа ғасыр деген балаларға тәрбие берем, актерларға. Өз театрында көркемдік жетекші. Онда да жастар көбінше. Спектакльдерін бағдар сілтеп отыру міндетім. Алған тәжірибемді беру. Музыка и тербетіл. Бесік. Қайбеш? Құшақта, өзіңе тарт. Тарт өзің. Жоқ. Аман, қол жетті, ұстап отыр. Қимылдама, тарт өлкі. Мәңгілік ешкім жоқ. Артыңда жаман пікір қалмау керек, ой қалмау керек. Ойымды, пікірімді тастап кетуім керек. Менің балаларым сонда арғарай сол жалғастырса арғарай. Сол менің бергенім. Сол менің табысым. Үлкен шығарма тудыру, оған енді үлкен мектеп керек. Театрда мысалы. Мен әр уақыт айтам, рөлді әр адам ойнайды. Бірақ кейіпкер жасау әркімнің қолынан келмейді. Ол талант шыққан адамдар, тарихта қалған адамдар. Солар кейіпкер жасаған адамдар. Сонысымен тарихта қалды. Ал енді көбісі қазір бізде, театрлардың көбісінде рөл ойнайды. Сөзін жаттап алады, сөзін жақсы айтады. Жақсы сияқты, бірақ анау кейіпкер жасау үшін. Елдің есінде қалды, бәленшер осындай. Рөл ой деп. Ой, Серағаңның Қоңқай-ай деп, осы күнге шейін айтады мысалы. Қалибектің Абай-ай деп, тамсырады, көрген адамдар мысалы. Актердің өсіретінен әрине драматургия, бір жағынан, драматургия, режиссура, актер, үшеуі ошақтың үш бүтіндей. Осылар табысқанда, сонда өнер туады. Ал енді бірін түсінбесе, онда рөл ойнап шығады. Халық бір көруі мүмкін, екінші рет көре алмайды. Сол рөлдің бағытымен, сол рөлге көбірек энергияңды бер. Деп, Абайды алсаң, мысалы, Гамлетті алсаң, сол рөлмен өл.
Шырағым-ай, сені бұл күйде көргенше, шыққыр көзім неге шықпайды менің? Неге шықпайды менің шыққыр көзім? Зиялы тұлғаның міндеті біріншіден ол адал болу керек, еңбекқор болу керек. Одан кейін ол басқаларға өнегелі болу керек. Ертең соған қарап ұрпақ өсу керек. Ол өзінің елі үшін, мемлекет үшін еңбек ету керек. Сонда ғана оны зиялы тұлға деп айтуға болады. Әрбір азамат ең бірінші өзінің бала шағасының алдында міндетін орындау керек. Ертең оның балдары әкесі үшін, шешесі үшін ұялмау керек, мақтану керек. Айтады ғой енді, жаман балаға жақсы әке 40 жыл азық болды деген бекерден бекер емес. Әрбір азамат сол жағын ұмытпау керек. Өкінішке орай қазіргі таңдағы ең бір жетпей жатқан осы деп ойлаймын мен. Біз енді кейінгі кезде салт дәстүрлерімізді ұмытып баратқан сияқтымыз. Әркім енді жақсы өмір сүргісі келеді, бірақ барлығы ақшамен есептелмейді ғой. Жамбыл облысы бұл енді ауыл шаруашылығы облыс. Бірақ мынау соңғы жылдары әсіресе мынау химия саласы, түсті металдар саласы, кәсіпкерлік саласы дамып келе жатыр. Бірақ енді өкінішке орай қазіргі таңда экономиканың дамуы жөнінен облыс мынау соңғы қатарда деп айтуға болады. Өйткені оның себебі орта жалақы, халықтың табысы басқа облыстармен салыстырғанда төмен. Қазіргі енді біздің негізгі міндетіміз басқа да экономиканың салаларын дамыту, инвестиция тарту арқылы экономикамызды дамытып, халықтың табысын көбейтуіміз керек. Оның үстіне біз енді мынау бір жағымызда Шымкент, Түркістан, Ташкент, Бішкек, Алматы тұр. Біздің облыстың үстінен мынау Батыс Қытай, Батыс Еуропа жол өтеді. Яғни біз транзиттік аймақпыз. Соның барлығын біз енді пайдалануымыз керек. Біз мына Оңтүстік Қазақстан, Шымкент сияқты өзіміз көкөніспен қамтамасыз етуіміз керек. Оны мына басқа мемлекеттерге шығаруымыз керек, оны өңдеуіміз керек. Осы бағытта біз қазір енді жұмыс жасап жатырмыз, халықтың табысын көбейтуіміз керек. Оған мүмкіндік бар, өңірдің потенциалы бар, соны пайдалануымыз керек. Мынау індет деген жаман нәрсе ғой. Бірақ бұл індет бізді біраз нәрсеге үйретті. Ол жөнінде енді мемлекет басшысы, елбасы да енді айтып жүр. Біз енді кішкене соңғы кезде мынау үнемдеу, ысырапшылыққа бармау, еңбек ету дегенді кішкене ұмыта бастады. Білімде еңбек. Еңбек етпесең білім болмайды. Жұмыста да еңбек етуің керек. Мысалы, жұмыста өзің үшін еңбек етуің керек. Қазір заман басқа. Қазір заман білімді, еңбекқор, таза адамдардың заманы. Мынау індет бізде соған үйретті. Ең негізгісі адамның денсаулығы, болашағы өзіне байланысты. Егер ол өзінің денсаулығын ойласа, өзі еңбек етсе, мен ертең жақсы өмір сүрем, болашағым жақсы болсын, ертең мынау артымдағы бала-шағам жақсы өмір сүру, ол барлығы менің өзіме байланысты деген. Ең үлкен мәселе осы. Екінші мәселе, әрине, ол мынау әркімнің өзінің жұмысына деген ұқыптылығы. Кейбір салаларда осы жағынан бізде енді олқылықтар болды. Қай сала болса да енді мынау білім саласы деп айтайық, денсаулық саласы деп айтайық. Әрбір азамат нәтиже шығару керек. Мұғалімдер барлықтарының жеткізісі бар? Математика, физика, химия бар ма? Математика бар, химия бар. Шет тілі? Шет тілі бар. Қазір қарасаңыз, кішкене біз оған үйреніп қалдық. Бүгін біз енді ойлайтын едік. Жаңағы той тойламасақ, 100-200 адам шақырмасақ, біз енді өмір сүре алмаймыз.
тойды өткізуге болады өзінің ағайын туысқандарың менен, жора жолдастарың менен. Ең негізгісі үнемдеу мәселесі. Бұйырса деп айтайық, бұдан да өтетін шығармыз. Талайдан өткен қазақпыз ғой. Баяғыда енді ашаршылық кезінде, соғыс кезінде, одан кейін кешегі мынау репрессия кезінде, барлығынан қарсы айтқан кезде Құдайға шүкір аман есен шықтық. Ойлаймыз осы індеттен де аман есен шығамыз деп. Қайта бұдан біз өзімізге қосымша бір қуат күш алып шығамыз. Патриотизм әр адамға керек, патриот болу керек елінің. Ол құр сөз болмау керек. Мақтанба, әуел жасап, сол ел мақтасын. Патриот деген сол. Мен театрдан, сахнадан халыққа көп нәрсе беруім керек. Айтылған сөздерді біраз халыққа арнау керек. Қайда шығарма болмасын, ол театр. Апат деген бір спектакльде бір авансценаға шықтым да айқайладым. Сатпаңдар жерді. Талан-таражға ұшыратпаңдар деп айқайладым. Бірақ ондай сөз жоқ еді, бірақ рөлге келіп тұр. Сонымен халыққа залға тастадым. Ол залға тастаған күшті әсер етеді. Жай жүргенде айтасың, неге олай жасайды адам? Сол жерде қалады. Сондықтан мен де есебін тауып, ойланып жасадым. Ол менің патриоттық міндетім. Намыс болу керек. Мен айтам кейде, намыс тере талант. Намысты адам талант болады, талантты адам да намыс болады. Сондықтан өнер бірінші қабатта тұру керек. Театрларға көп көңіл аудару керек. Театрларға өнерді жүзетпеу керек. Өнерсіз ел емес деп Мұхтардың өзі айтқан. Кеттік, құрғанымды үстімнен құлатам. Мақтанғаным емес, мектепте атамамын. Аз көректер. Ең бастысы еліміздің келешегі жақсы болсын. Жастардың келешегі бақытты болып, өмір сүрсін. Сол менің ендігі арманым. Мемлекет жақсы болсын. Үлкен мемлекеттің қатарына қосылсын. Сондықтан білім керек, оқу керек. Білімділер көп болу керек. Білім кітапта деп баяғыда айтқан. Шында солай. Кітапта. Дайындық керек бар нәрсеге. Қарттыққа да дайындық керек. Жақсы қартаюың керек. Баяғы ақсақалдарды көрдім. Сол шалдардың тәрбиесін көрдім. Өте ақылды, дана шалдар болды. Сондай ақсақал болуды армандаймын. Соларға еліктеймін. Уақытқа өміріме өкпем жоқ. Уақытты қадіріне жетім. Уақытымды есептеймін, уақытым санаулы. Уақытымның босқа кеткен қаламаймын. Өтіп жатыр. Сол бос өтпеу керек. Бұрын күнделік жазушым. Күнделігім туралы қазір бір спектакль жүріп жатыр. Көрермен бір адам отырып көреді. Қазір естелік жазамын. Үйде. Не болып жатыр, не қойып жатыр өмірде. Не істеп жатырмыз? Қайда кетіп баратырмыз? Қайдан келдік? Әрбір азамат өзінің ұлты үшін жан тәнімен қолынан келгенін жасау керек, өзінің ұлты үшін мақтану керек. Ал енді бір кемшіліктер болатын болса, соған жан ашу керек. Ең негізгі мақсат біз енді қазақ болғаннан кейін біздің басқа енді отанымыз жоқ. Тек қана осы Қазақстан. Сондықтан өзіміздің отанымыз үшін,
қазақ үшін, ұлтымыз үшін жұмыс жасауымыз керек. Келешекке сенем. Келешегimiz жақсы болса екен. Мемлекетimiz біреулердің қалдыр етіп қалмаса екен. Ата-бабамыз қалдырып кеткен жерді сақтасақ екен. Тілімізді сақтасақ екен. Тілін жоғалтқан ел, ол ел болмайды. Жер ешкімнің жекешелендіруге қақысы жоқ. Бұл баяғы ата-бабаларымыздың жаугершілік елден, шеттен қорғап қалған байтақ жеріміз ғой. Қазақтың байтақ жеріне қуанам. Түскен көңілімді таза ауамен жуалам. Қандай бір қиыншылық түспесін басыма, белімді бекем қуанам.